Қаңтар ісі бойынша айыпты деп танылған Дикий Арман қанша жылға сотталды? Джумагильдиева Армана Бахатовича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотрен статьей 262 части 1. Арман Жұмагелдиев неге қаңтар трагедиясынан 3 жыл өткен соң ғана сотталды? Соттың жабық өтуіне не себеп? Осылардың бәрін әрі кетсе 5-6 айда немесе 1 жылдың ішінде бітіруге болатын еді. Шындығында бұны жасап жатқан билік емес, әскерилер емес, мынандай бандиттер екен деген халық көріп өзі білу керек, түсіну керек. Осымен қаңтар ісіне нүкте қойылды деп айтуға бола ма? Әлде көп сұрақ әлі күнге дейін жауапсыз қалды ма? Қысқасы, не дейді? Бұл істі бүге шегесіне дейін тергеліп, барлық шындықты шығарам деген әрекетті көріп отырған жоқпын. Қалаулымның бұрынғы жұлдызы Бердах Бекетов те қаңтар ісі бойынша кінәлі деп танылды. Белгілі блогер қанша жылға сотталды? Армысыздар, бұл Қазақ Айран YouTube арнасы. Бүгін Дикий Арман атымен танымал Арман Жұмагелдиев пен оның қылмыстық тобында болды делінген 40-қа жуық адам сотталды. Түрме жазасына кесілгендер қатарында Ұлттық қауіпсіздік комитеті 5-ші департаментінің бұрынғы бастығы Руслан Ысқақов, Алматы қаласы мәслихатының бұрынғы депутаты Қайрат Құдайберген және жұртшылыққа қалаулым бағдарламасы арқылы танылған журналист Бердах Бекетов бар. Сотталғандардың ішінде ең ауыр жаза Дикий Арманға тағайындалды. Джумагильдиева Армана Бахатовича по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения окончательно назначить 20 лет лишения свободы с лишением права сроком на 10 лет на занятие общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью. Қайрат Құдайберген 8 жыл, Руслан Ысқақов 15,5 жыл, Бердах Бекетов 7 жылға сотталды. Сот 41 адамның барлығын кінәлі деп таныды. Сот үкімінің мәліметтеріне сүйенсек, Ысқақов департамент басшысының орынбасары бола тұра қылмыс әлеміндегі Жұмагелдиевті серіктестік жасауға көндірген және оған бәсекелес қылмыстық топтарды жойған. Қаңтар оқиғалар кезінде Қайрат Құдайберген Қазақстан қонақ үйінде штаб құрып, оған Жұмагелдиевтің тобын шақырған. Бұлар қонақ үйге келген басқа адамдарға басшылық жасаған. 6-7 қаңтар аралығында Жұмагелдиев тобының мүшелері бейбіт тұрғындарды заңсыз ұстап, оларды аяусыз ұрып соғып, мүліктерін тартып алып қорлаған. Соттың мәліметінше, Жұмагелдиев тәртіпсіздікке қатысушылармен күресті тек көз бояушылық үшін ұйымдастырған және оның барлық әрекеттері өзі ұйымдастырған қылмыстардың ізін жасыруға бағытталған. Мы здесь делаем штаб, юрту, мняқта бәрі қосылып, бір жағына келеміз. Сосын мняқта Мұхтар Аблясов болсын, басқа болсын, Франция туралы сөйлеген. Бізге керек емес. Осыяқтан Бұл ақпаратты процесс аяқталған соң соттың баспасөз қызметі таратты. Өйткені соттың өзі жабық түрде өтті. Айта кету керек, атышулы сот ісінің бастапқы сатыларында Руслан Ысқақов қаңтар кезінде Самат Әбіштің тапсырмаларын орындаған айтып қалған. Қоғамға құпия ақпараттың жария болу соттың ашықтығына кері әсерін тигізген сияқты. Себебі осы жағдайлардан кейін процестің ары қарай жабық түрде өтетіні белгілі болды. Были засекречены мои показания и спрятаны под замок. Таким образом они пытаются запретить мне говорить, что я исполнял приказ Абиша. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Самат Әбіш те кезінде Кәрім Мәсімовтің соңынан тергеуге алынған. Алайда ол қаңтар оқиғасы кезінде билігін асыра пайдаланды деп айыпталып 8 жылға сотталғанымен бас еркіндігін сақтап қалды. Оған сот шартты жаза белгіледі. Қаңтардан кейінгі алай-дүлей кезінде сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 6 жылға сотталған Қайрат Сатыбалды да қазір бостандықта. Мемлекетке 700 миллиард теңгеден астам мүлікті және өзге де қаражатты өз еркімен қайтарған үшін сот оның шартты түрде мерзімнен бұрын босап шығу туралы өтінішін қанағаттандырған. Сонымен, бүгінгі үкіммен қаңтар оқиғасына соңғы нүкте қойылды ма? Жаппай тәртіпсіздіктерді сыйы қырлы таяғының ұшымен ұйымдастырған үлкен адамдар тасада қалып қойған жоқ па? Біз бұл сұрақтарды белгілі саясаттанушы Дос Көшімге қойған едік, тыңдайық. Дикий Арманның соты неге 3 жылға созылды? Осы үкіммен қаңтар ісіне нүкте қойылды деп айтыламыз ба? Жоқ, мен өз басым қаңтар оқиғасының шындығы әлі ашылған жоқ және ашылмайды. Дәл осы бүгінгі билік отырған уақыттарда. Себебі қаңтар оқиғасының билікке тікелей қатысы бар және биліктің соған үлкен кінәсі бар деп ойлаймын. Сондықтан қаңтар оқиғасын
созбидаға салып, жаңа сен айтып отырсың ғой, 3 жылға дейін созылды деп. Осылардың бәрін әрі кетсе бір 5-6 айда немесе 1 жылдың ішінде бітіруге болатын еді. Иә, мен білем, көптеген жаңағы істердің қозғалғанын. Бірақ мемлекет енді оны ұзаққа созбауына болатын еді. Мен ойымша осы ұзаққа созғанның өзі биліктің осы мәселені не дейді, сирек қиымшықтандырып деді ғой жаңағы. Суға сіңген, құмға сіңген су сияқты созбидаға салып, бірте-бірте бұған деген көңіл аудару қоғамның тарапынан азайтуды мақсат тұтқан сияқты. Сондықтан Арманның да сотының 3 жылға сотталғаны сол. Қаңтар ісі қазақтардың барлығына қызығушылық тудырды. Өйткені кейбір сұрақтар әлі күнге дейін жауапсыз қалды. Осыны біле тұра, неге сот жабық түрде өтті? Менің өз басым бұны демек биліктің қоғамнан, халықтан жасыратын мәселесі бар деп ойлаймын. Мысалы, енді ұмытпасам, бір 70%-дай сот процесі жабық өтті да, кейбіреулері ашық басталды да, кейін жабыққа айналып кетті. Ұмытпасам, 1979 жылы Кеңес Совет үкіметінің конституциясында Совет үкіметінде барлық сот ашық өтеді дейтін арнайы бап бар тұғын. Жалпы демократиялық елдерде керек десеңіздер, енді Совет үкімет тоталитарлық режимнің өзі соттың бәрін ашық өткізеді. Халық білуі керек. Әңгіме тек қана соттың алдында бәсекелестік болмайды, жаңағы кімдікі дәлел, кімдікі дәлелсіз деген. Бұл қоғамның алдында да, қоғам бұған баға беру керек та, осы өтіп жатқан сотқа. Және қоғам сол кінәлілердің кінәсінің толық дәлелденгенін көруі керек. Әйтпесе қоғам міндетті түрде сұрайды, неліктен мыналарды соттап жатсыңдар? Мысалы, мемлекеттік енді ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Карим Масимовтың сотталған уақыттарда көптеген сұрақтар сол күйі қалды да, мысалы. Шынымен осы мемлекеттік төңкеріс бар, шынымен осыны ұйымдастырды ма деген нәрсенің бірде-біреуіне қоғам жауап алған жоқ. Бізге жоғарыдан айтты, бұл кінәлі, біз бұны осыны соттап отырмыз. Қоғам сұрайды, қай жағынан кінәлі? Қандай дәлелі бар? Себебі сотқа дейін адам кінәсіз болып табылады. Ол міндетті түрде күдіктінің қатарына қосылады. Ал халық сол күдіктінің шындығында да кінәлі екенін білу үшін сот процесінен міндетті түрде мағлұмат алу керек, ақпарат алу керек, көру керек, және сол дәлелдерді өздерінің безбенге салу керек халық. Баға беру керек осы оқиғаға. Мен ойымша осының бәрінен билік қашып отыр. Сондықтан кенеттен көбейіп кетті. Жаңа не дейді? Әуелі ашық басталды, кейіннен бұл жабық сот процесіне айналып дегенде Қазақстанда көбейді, және бұның ең көбі сол қаңтарға байланысты болды. Және бұның көбісі адам өліміне байланысты, азаптауға байланысты, және не дейді, мынандай бір қылмыстық топ құруға байланысты болды. Арманның да ісі дәл осыған әкеліп, халық білмесін деген сияқты, мен таңғалдым да. Халық білу керек, көру керек қой, осы адам кінәлі екен. Шындығында бұны жасап жатқан билік емес, әскерилер емес, мынандай бандиттер екен деген халық көріп өзі білу керек, түсіну керек. Сот барысында ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшыларының бірі Руслан Ысқақов қаңтар кезінде Бейрұқты Назарбаевтың туысы Самат Әбіштен алып отырғанын айтқан. Соған қарамастан генерал Әбіш 8 жылға шартты түрде сотталып, бостандықта жүр. Бұл нені білдіреді? Мен ойымша, құқықтық мемлекетте, біз конституциямызда құқықтық мемлекет дейміз ғой, бұлардың бәрі де жазбаша түрде болады. Мысалы, шаңырақ оқиғасына байланысты біз сотқа қатыстық, қорғаушы болдық. Сол уақыттарда біз заңменен танысқан уақытта, мысалы, арнайы құралдар, мысалы, жарылғыш граната, резина оқтарды пайдалану үшін ішкі істер министрлігінің жазбаша бұйрығы болады екен. Жазбаша. Сондықтан анау айтты, мынау айтты дегенге мен еш уақытта сенбеймін де, оның дәлелі болу керек. Шындығында да соны Самат Әшім айтты ма, жаңағы Руслан соны дәлелдеу керек та сот процесінде. Осылай айтып едім, міне дәлелі қолымда бар, не жазбасы, не болмаса қағазы, оның бізге жіберген деген сияқты. Мен ойымша бұның бәрі бір ауылдың әйелдерінің әңгімесі сияқты да. Сондықтан жаңағы биліктің ұсынып отырған болжамы, гипотезасы, қаңтар оқиғасы былай өтті деген. Осыған бәріне әртүрлі бір өсек әңгімелерді араластыра бастады. Оның ең қызығы, адам күлкісі келеді. Масимовтың оққағарларыменен Тоқаевтың оққағарлары соғысып қақты, залдың ішінде бірін-бірін өлтіріпті, қан бопты деген Башкенова деген сіздердің әріптестеріңіз айтқан уақытта мен күлкім келді. Өйткені оның бәрі өткеннен кейін соны ақтап алу үшін әйтпесе халыққа, қоғамға белгілі бір бағыттағы дайын болжамды беріп отыр да билік. Және бүкіл сот процесі соған байланысты өткізіп жатыр, ал оған келмейтіндердің бәрін жасырын өткізу, жасырын процеске айналдырып жатыр. Бұл ашықтан ашық болып жатқан оқиға, өкінішке орай.
Арман Жұмагелдиев 20 жылға, Руслан Исқақов 15,5 жылға сотталды. Былай қарасаңыз, Дики Арманның үкімі қаңтар оқиғасында негізгі ұйымдастырушылардың бірі ретінде аталып, 18 жылға сотталған Кәрім Мәсімовтің үкімінен де қатал. Неге? Енді бұның нақты себептері бар, әрине мен бұны дұрыс деп есептеймін. Себебі бұның алдын ала сотталып, Қазақстаннан кетіп қалып дегенде енді не дейді? Бұның жасаған қылмысына қылмыс қосылады. Бұл сот процесінде бар. Бұрын жасаған қылмысын өтемей қашып жүрген адамдарға одан сайын екінші қылмыс қосылады деген. Екіншіден әрине не дейді? Менің өз басымша Жұмаділдаевтың келген уақыттардағы оның қалай Қазақстанда өткені жөніндегі соны жіберген адамдар сотталған жоқ. Не дейміз жаңағы, таможня дейміз бау, шекара қызметкерлері дейміз бау. Оны жаңа не дейміз, Қазақстан қонақ үйіне ма орналастырған, қашып жүрген адамды олар сотталған жоқ. Ең қызығы, тек қана жаңағы Арман ғана бандит болып шыға келді. Бүкіл осы болып жатқан қылмыскерлердің ішінде соған қатысы бар. Адамдар, лауазымды тұлғалардың бір-біреуі де жауапқа тартылмайды да, негізгі тұлға ғана жауапқа тартылып жатыр. Бұның өзі не дейді, бұл арнайы бір жасалған іс сияқты көрінеді да маған. Соның қасындағылардың бәрі жазаға тартылмайды, тек қана осы тартылатын сияқты. Және екіншіден, тағы да айтамын, менің өзім сот процесіне көрмегеннен кейін, ең болмаса соның ақпаратын алмағаннан кейін барып, еш уақыттарда мен өз басым сенбеймін. Сіздің ойыңызша, Мәсімовтің, Әбіштің, Дики Арманның істері қалай өтуі керек еді? Өйткені осы маңызы бар 3 сот жабық өтіп, қаңтар туралы шындық көпшілік үшін бір құпия болып қалғандай. Менің ойымша барлық сот процесі ашық өту керек. Иә, мемлекеттік құпияны алып жүрген адамдар бар, жаңағы Масимов сияқты, мүмкін жаңағы оның орынбасарлары. Олар жауап берген уақыттарда сол мемлекеттік құпияға қатысы бар сұрақ болған уақыттарда, кешіріңіз, мен бұл сұраққа жауап беруден бас тартамын дейді да қояды. Себебі мен бұл мемлекеттік құпияға жатады дейді. Ал басқа сұрақтарға ол жауап береді. Ұйымдастырдыңдар ма? Ұйымдастырушылардың ішінде кімдер болды? Сендер алып келдіңдер ма Арман деген сұрақтардың бәрінде мемлекеттік құпия жоқ, кешіріңіздер. Бұл жерде шындығында да қылмыс қана бар. Оны жасырудың қажеті жоқ. Мысалы, Американың әр уақытта бір үлкен халықтың көңілін бөлетін бір қылмыстар, әйтпесе сондай бір сезік пайда болса, оларда көбінесе Сенат комиссиясы жұмыс істейді. Сенат комиссиясына ЦРУ-дың бастығы, ФБР-дың бастығылардың бәрі келіп жауап береді. Қорғаныс министрлері телевизордан тікелей эфирден көрсетеді оның барлық болып жатқан не дейміз процесті. Ең қызығы, сонда жаңағы ЦРУ-дың бастығына бір сұрақ беріп қалса, ол айтады, кешіріңіз, мен бұны айта алмаймын, бұл мемлекеттік құпия дейді. Екінші сұраққа ол айтады, иә, мен анаумен дос болдым, иә, бүйттім. Ал тағы сұраққа жауап берсе, кешіріңіз, міне ашықтан ашық. Егер мемлекеттік құпияға қатысы бар сұрақтар болса, оған жауап беруден бас тартуына болады. Ал бізде ешқандай сұраққа жауап бергенін біз білмейміз. Не айтқан, не ойған, қандай ұйымдастыру жұмыс жүргізген. Қаңтар оқиғасына қатысы бар адамдардың барлығы жазасын алды ма, әлде кейбіреулері биліктің көлеңкесінде қалып, жауапкершіліктен құтылып кетті ме? Жоқ, менің ойымша, оның жазасын алмаған адамдар өте көп. Не дейді, және бұның бәрі менің ойымша кейіннен егер қоғам өзгерсе, 10-15 жылдан кейін барып қайталап көтерілуі мүмкін. Себебі көптеген сұрақтарға мен өз басым жауап алған жоқ. Көптеген сұрақтарға мен жауап ала алмадым да. Қысқасы, не дейді, бұл істі бүге шегесіне дейін тергеліп, барлық шындықты шығарам деген әрекетті көріп отырған жоқпын. Өздеріне керекті бағыттағы жұмыстар жасалып жатыр, иә, сотталып жатыр, жаңағы көшеге шыққан, атылған, атқан адамдардың кейбіреулері. Бірақ дәл толығынан осы істі бүкіл көрінісін шығаратындай сот жүйесі әлі өткен жоқ. Қазақстан. Және ол болмайды да. Біздің сот жүйеміз белгілі ғой, қандай екені. Біздің сот жүйеміз енді демократиялық елдерде сот, атқарушы билік, заң шығарушы билік үшеуі үш түрлі болып тұрады ғой. Әрқайсысы біріне бірі бағынбайды. Бізде сот та, атқарушы билік та, заң шығарушы билік та президентке бағынады. Қалай ойлайсыз, осымен қаңтар ісіне нүкте қойылды ма? Көкейдегі сұрақтарға толық жауап табылды деп айтуға бола ма? Осыған қатысты пікірлеріңізді видеоның астына жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.